4 бөлім. Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық міндетінің жүктелуі. Ғайыптан естілген дауыстар. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 38 жаста. Осы тұста ол беймәлім қызық жағдайларға кездесті. Күтпеген жерден ғайыптан дауыстар естіп, кейде бір жерлерден жарық сәулелер көрінді. Оқыс оқиғалар күн сайын жиілей түсті. Ұзақтан кейде табіргесін «Ей Мұхаммед» дегенді анық естейтін. Алайда пайғамбарымыз жалт етіп сөнетін жарықтың да, өзіне шақырған дауыстың да себебін түсіне алмаған. Бірақ түбінде тегін құбылыстар емес екенін іштей сезетінде қалың ойға шоматын. Анда-санда ішін кемірген ойларын көзімен көрген таңғажайыптарды қымбатты жары Хадишаға ақтарып, сырларын сонымен ғана бөлісетін. Сол тұста мына дүниедегі жан дегенде жалғыз арқа сүйері жұбанышы Әзірет Хадиша болды. Ол жұбайының ыңғайына қарап айтқандарын зейін қойып тыңдайтын, жанын салып қорғап қолпаштайтын. Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам осынау беймәлім халі бір жылға созылды. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 38 жасынан бастап садық түстер көре бастады. Яғни күндіз болатын оқиғалар оған түнде ұйқылы ояу халінде көрсетілетін болды. Түнде түсінде көргендері таңертең айны қатесіз қайталанатын. 610 жыл. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 40 жаста. Ұзақ жылдардан бергі қалыптасқан әдеті бойынша жыл сайын қасиетті Рамазан айын Хира тауында ғибадат жасап, жаратқанға жалбарынып, тілек тілеумен өткізетін. Бұл жерде қашан келсе де құлаққа ұрған танадай тыныштық, жаратылыс сырларын жалғыз қалып ойлануға таптырмас орын. Әсіресе тұрмыстың күйбеңінен, шексіз надандықтың салмағынан арылып, рухани серуге өте оңтайлы. Ардақты пайғамбарымыз Хира тауының көзден таса бір үңгірін паналап, ол жерде үлкен аталары Ибрахим пайғамбардың алейхиссалам ханиф дініне сүйеніп ғибадат жасайтын. Баянды ғұмырының 40 жылындағы Рамазанында осылай Хира тауында өткеруге дайындалды. Зайыба Әзірет Мұхаммедтің әдетіне қанық болғандықтан азық түлігін алдын ала дайындап қойған. Пайғамбарымыз тағам салынған дорбаны алған күйі жолға шықты. Бүкіл әлем, айнала қоршаған табиғат оның басқан әрбір қадамын қошеметтеп, құрметтеп тұрғандай. Тырс еткен дыбыс жоқ, айнала тым-тырыс. Бұл тыныштықтың өзі мәнсіз еместі. Астарында ибрат, хикмет бар еді. Пайғамбарымыз да үнсіз аяңдап келеді. Құдды табиғатпен ерекше бір үйлесім тапқандай. Бүкіл болмыс оған өз тілінде, мені ең жақсы түсінетінде, түсіндіретінде сенсің. Ғибратқа, даналыққа толы екендігімді азамат баласына түсінікті тілмен ұғындыратында сенсің. Ұлы Раббымның бір әмірінен пайда болған алып дүниенің кітабы екендігімді айтып, оны оқыттыратын да сенсің. Сондықтан мен саған борыштарымын. Сол үшін мен саған басым деймін. Кез келгенге нәсіп болмайтын ұлы құрметке лайық сен ғана, деп сыбырлап тұрғандай. Болмыстың сұлтаны Әзірет Мұхаммед табиғатқа үстемдік құрған тыныштық пен үндескен күйі көздеген орнына келіп жайғасты. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ой теңізіне сүңгіп, асқан ықыласпен жаратушыға құлшылық міндетін орындауға кірісті. Алланың сүйікті құлы Рамазан айының 16 күнін тәмамдаған. 17-ші түн, жексенбіден дүйсенбіге қараған түн. Нұр атауы Хира әдеттегідей тым-тырыс, құдды терең толғанысқа берілгендей. Табиғатта үнсіз, қыбырлаған сыбыс жоқ. Біраздан кейін жүзеге асатын қадірлі лебізді тыңдауға қазірден әзірленіп ұйып қалған. Мұншалықты құрмет, ұлы сөйлеуші мен сүйікті тыңдаушысына деген сүйіспеншіліктен болса керек. Түн ортасы ауып, сәре уақыты жақындаған, таң рауанда батуға жақын. Бұлбұлдар қиқылжыта сайрап, гүл бәйшешек хош иісін бұрқыратып,
Алланы зікір етуші жаратылыс атаулының бәрі өз тілдерінде ынта-ықыласымен жаратушыны мадақтауға кіріскен шағы. Уахи әкелуші періште Жәбірейіл сұлу жігіт кейпінде келді. Бар айнала хош иістен бас айналғандай сезімде. Қауіп пен үрей, толғаныс пен үміт билеген түсініксіз халде еді дүние. Жәбірейілдің көңілі көтеріңкі, қуанышы жүзінен білінеді. Әрине, солай болуға тиісте еді. Өйткені ол Алланың соңғы елшісі, пайғамбарлар сұлтанмен сөйлесуге, иманы мен есепсіз ғибадат арқылы Хабибуллах сипатына ие болатын екі дүниенің сардары Мұхаммедпен саллаллаху алейхи уассалам жүзбе-жүз кездесуге келгенді. Уахи әкелуші періште Жәбірейіл тас түнек қараңғылықты жарып, сымбатты жігіт бейнесінде айналасын нұрға бөлеген қалпында Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам көрінді. Тәтті әрі қатты даусымен оқы деп бұйырды. Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам бойын үрей биледі. Сонан соң бойын жинап, мен оқи алмаймын, оқу білмеймін, деді. Жәбірейіл Әзірет Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам қатты құшағына қысты да қайтадан оқы деп дауыстады. Екі дүниенің сәруары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам алдыңғы жауабын тағы да қайталады. Мен оқи алмаймын. Жәбірейіл оны саллаллаху алейхи уассалам тағы да қатты құшақтап, сосын қоя берді де Алла тарапынан жолданған Расулына қолма-қол табыстауға әкелген Аллах сүресінің алғашқы аяттарын басынан аяғына дейін оқып шықты. Оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адамды жабысқақ жасушадан жаратты. Оқы, сенің Раббың асқан жомарт. Қаламмен жазуды үйретті. Адам баласына білмегенін үйретті. Аллах сүресі 1-5 аяттар. Толқын мен қорқудан арылған Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзі сөйлейтін тілде түсірілген аяттарды сөзбе-сөз қайталап шықты. Дегеннен ақ айтылған аяттарға Алланың Расулының тілі төселіп, жүрегінің төрінен орын алды. Міндетін орындаған Жәбірейіл періште сол сәтте ақ көзден ғайып болды. Араға 40 күн салып, пайғамбарымызға Алла тарапынан аян қайта келе бастады. Бұл оқиға хақында Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам өзі былайша баяндайды. Бір күні жолда келе жатып, көктен бір дауыс естім. Басымды көтеріп, төбеме қарағанда, баяғы Хирада жүздескен Жәбірейіл періштенің жер мен көк арасында алып тақта отырғанын көрдім. Бойымды түсініксіз бір сезім билеп, тұрған жерімде тіземнің әлі құрып отыра қалдым. Әлден уақытта есімді жиып, үйге қарай бет алдым. Келе салысымен менің үстімді жабыңдар, тезірек жамылғы беріңдер, дедім де қымтанып жата қалдым. Сол сәтте Алла тағаладан мына аяттар түсті. Уа жамылғыға бүркенген елшім, тұр, ел жұртқа ескерт, Раббыңның теңдессіз, шексіз ұлылығын жария ет. Киіміңді тазарт, ластық атаулыдан аулақ бол, атқарған қызметіңді, істеген жақсылықтарыңды көп көріп міндетсінбе. Мүддәссир сүресі 1-6 аяттар. Мұнан соң уақи бірінен соң бірі келіп, тіпті арасы жиілей түсті.